Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Ал енді бастайық. Ең алдымен біз салат бастаймыз. Салат жасаймын. Бүгін кобра салатын жасаймын. Ол кобра салаты қайнатылмай жасалады. Бізге керегі помидор және де тәтті бұрыш. Тәтті бұрыштың қызыл түсінен алдым. Және де 2 қызыл ащы бұрыш. Және де чеснок қосамыз. Біз ең алдымен помидорымызды жуып, тазалап, осылай 2 бөлікке бөліп кастрюлелерімізге салып аламыз. Одан кейін тәтті бұрышымызды да осылай ашып, ішінде дәнектерінен арылтып аламыз. Одан кейін біз чесногымызды да осылай жылы суға салып қоямыз. Чеснокты жылы суға салып қойсақ, бірден алынатын болады, достар. Есте сақтайық. Осы әдісті чеснокты алдын ала бір жарты сағат бұрын чеснокты сап қойсаңыздар, бірден алынатын болады қабығынан. Енді бастайық. Біз помидорымызды осылай мясорубканың көмегімен осылай шегіп аламыз. Осылай бөліп шегіп аламыз, достар. Демде боламыз. Мендегі помидор 10 килограмм помидор, бір 5-6 килограммдай болгар тәтті бұрышы қызыл цветінен, және де чеснок жарты килограммдай 3 бас қосамын, дәмі кіру үшін. Енді осылай шегіп, осылай кастрюльдерімізге құямыз. Осылай шегіп аламыз. Одан кейін болгар тәтті бұрышымызды да осылай мясорубкамыздың көмегімен өткізіп аламыз. Достар, өте керемет қамырға және де балдар тәтті болсын деп жаңағы нан батырып жеуге де қыстың күні помидордың, свежий помидордың дәмі шығып тұрады. Жақсы жеуге сіздер де жасап жесеңіздер болады. Қыста өте керемет салат болып шығады. Енді чесногымызды да осылай мясорубканың көмегімен өткізіп аламыз. Осылай өткізіп аламыз чеснокты да. Және де мен 2 ащы бұрыш қостым. Және қамыр салып жесеңіздер, қамырдың дәмі кіріп өте әдемі ащы іздемейсіздер. Осы салатты қосып жесеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді біз чесногымызды осылай шегіп алдық, дайындап. Енді барлығын шегіп алдық. Менде бір 12 литрдай шықты. Кастрюль 10 литр толар толмас. Енді мына жақта керсенде де шамалы бір 2 литрдай бар. Сонымен 2 қасық тұз саламыз. Одан кейін керсендеге бір 2 литрға 1 қасық салсаңыздар болады тұзды. Және де 10 литрға бір 7-8 аспирин таблетканы езіп салып жіберіңіздер. Сосын 2 литрға бір 2 аспирин салсаңыздар болады. Сосын осылай араластырып бір жарты күнге қойып қойсаңыздар болады. Бетін жауып, салатымыз көтеріліп, әдемі болып тұрады. Одан кейін біз баклажкаға құйып, осылай дайындап, сосын мұздатқышта холодильникте сақтаймыз. Холодильникте сақтау керек. Ал болмаса, холодильник болмаса, подвалға тастасаңыздар болады. Қыста рахатын көріп, рахатына жейміз. Осымен біздің кобра огонек салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.